Сәлеметсіз, есімім Арсанбеков Артур. Тобым сәрсенбі күні сағат 3-тен 4-ке дейін. Бірінші тақырып: Қазақстандағы алғашқы баспасөз тарихы және қазақ зиялыларының қозғалысы, қалыптасуы. 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басы қазақ халқының рухани жаңғыру кезеңі болды. Осы кезеңде қазақ қоғамында жаңа білім, баспасөз, ғылым, әдебиет салалары дамып, ұлттық интеллигенция қалыптасты. Қазақстанда алғашқы баспасөздің тарихы ресми үкіметтік басылымдардан басталғанымен, қазақ тіліндегі газет шығару ұлттық сананың оянуына ерекше ықпал етті. 1860-1870 жылдары Түркістан уәлаятының газеті, Дала уәлаятының газеті сияқты басылымдар жарық көрді. Бұл газетте ресми сипатта болғанымен, қазақ оқығандарына жаңа ой әкеліп, дүниетанымын кеңейтті. 20 ғасырдың басында қазақ зиялылары өзінің ұлттық басылымдарын шығара бастады. Сөйтіп Қазақ Айқап, Қазақстан, Сарыарқа сияқты газеттер мен журналдар қоғамдық ойды қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Газеттердің төңірегінде топтасқан оқыған жастар Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқай, Жақап Ақбаев сияқты қайраткерлер қазақ зиялыларының жаңа буынын қалыптастырды. Баспасөз олардың ұлттық жаңғыру, тіл, жер, мәдениет, әділетті қоғам туралы идеяларын бүкіл халыққа жеткізді. Газет қазақ қоғамының алғашқы университеті болды деуге болады. Келесі сұрақ: жәдиттік қозғалыс және Ахмет Байтұрсынов. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында түркі мұсылман әлемінде жәдиттік қозғалыс кең тарады. Жәдитшілдік оқу-ағарту, жаңа білім беру, ұлттық сананы ояту қозғалысы. Жәдиттердің негізгі мақсаты ұлттық мектеп ашу, ана тілінде оқулықтар жазу, халықты надандықтан арылту, қоғамдық мәдени тұрғыдан жаңғырту болды. Қазақстанда жәдитшілдіктің ең көрнекті өкілі Ахмет Байтұрсынұлы болды. Ахмет Байтұрсынұлы жаңа үлгіде қазақша әліпби жасады. Қазақ тілі грамматикасын ғылыми жүйеледі. Оқу құралы, тіл құрал еңбектерін жазды. Қазақ газетінің бас редакторы болды. Ол қазақ қоғамында ұлттық білім беру жүйесін құрып, халықтың санасын оятуда орасан еңбек атқарды. Ахметтің реформасы жәдиттік қозғалыстың қазақ топырағындағы ең сәтті үлгісі. Оның миссиясы тек білім беру емес, қазақты оңаша ойлауға, сауаттануға және ұлттық бірлікке шақыру болды. Келесі сұрақ: Абай мұрасының жиналып басылуы. Абай Құнанбайұлының шығармашылық мұрасы қазақ руханиятының ең биік шыңы болып табылады. Алайда Абайдың өз замандағы шығармалары толық таралмаған. Ел ішінде ауызша және қолжазба түрінде сақталған. Абай мұрасын алғаш жүйелі түрде жинап баспаға дайындаған тұлғалар өте көп болды. Олар Кәкітай Ысқақұлы Абайдың тұңғыш өмірбаянын жазып, шығармаларын зерттеді. Екіншісі Тұрағұл Абайұлы әкесінің мұрасын сақтау ісіне үлес қосты. Кеңестік кезінде Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедханов, Бейсенбай Кенжебаев сияқты ғалымдар үлкен еңбек етті. Абай мұрасының басылым тарихы. 1909 жылы Петербургда Абай шығармалары алғашқы кітап болып басылды. Және 1933 жылы Мұхтар Әуезов жетекшілігімен толық жинағы жарық көрді. Ал кейінгі жылдар академиялық 2-4-10 томдық басылымдар жарияланды. Абай мұрасының жиналуы қазақ әдебиеті мен ұлттық философияның дамуына үлкен серпін берді. Оның толық адам ілімі, адамгершілік, ғылым, еңбек туралы ойлар ұлттық жаңғырудың рухани негізіне айналды. Төртінші сұрақ: қазақ әдебиеті мен баспасөз. Қазақ әдебиеті 20 ғасырдың басында жаңа кезеңге өтті. Бұл кезең ұлттық сананың оянуы, оқу-ағарту ісінің жандануымен, баспасөздің күшеюімен тікелей байланысты болды. Баспасөз әдебиеттің дамуына 3 жолмен әсер етті. Жазушыларға жаңа мінбер берді.
Айқап, Қазақстан газеттерінде Міржақып Дулатұлы, Спандияр Көбеев, Сұлтан Махмұт Торайғыров, Бейімбет Майлин, Жүсіпбек Аймауытов сияқты қаламгерлер өз шығармаларын жариялады. Әдеби сын қалыптасты. Яғни газеттер мен журналдарда әдеби мақалалар, рецензиялар, пікірталастар жарияланып, қазақ әдебиетінің теориялық негіздері қалыптаса бастады. Жаңа жанрлар пайда болды. Газет, журналдар, яғни публицистика, әңгіме, фельетон, очерк сияқты жанрлардың дамуына ықпал етті. 20 ғасыр басында әдебиет орталық езгіге қарсы рухани қозғалыстың бір бөлігі болды. Бұл кезеңде шығармаларда халықтың тағдыры, ұлттық бостандық, оқу, білім, теңдік мәселелері кеңінен қозғалды.